Сондықтан достар, қалайсыздар? Прям қазір нерв болып тұрмын. Қатты айтсам ренжімеңіздер. Баламды садикке апаруға, бір мауқымды басайын, сағындым ғой деп барсам, бала неше күннен бері ауырып, температурасы түспей, қайта көтіне виферон тығай берген, ол түсірет қайтан көтеріледі. Онымен қоса өздігінен бір айдан бері мұрнынан қан кетіп жүр. Ертең миына қан құйып кетсе, кім жауап береді оған? Шешесі жауап алайын десем, жұрт Турцияда өзбек жігітпен билеп дым болмағандай. Ана жақта баласы жүр, ауыр. Білмеймін, сөзім жоқ. Мен сізге бірақ нәрсе айтайын. Апрельде біз айырылыстық па? Мен содан блогерлікті тастап, видеограф саласына қарай ауыстым да, мен видеографтан ақша таптым. Сол жаңа сіздер айтып жатсыздар, көтендегі қыздарды түсіріп жүрсің ғой сен деп. Мен содан ақша алатын тұғым. Менде проекттерім болған қаншама. Сол ақшаны жымқырып алып, өзімнің квартирама берем. Жаңа баламның садигіне беретінмін. И астына мініп жүрген көк машинаның ақшасын әлі күнге дейін мен төлеймін. Қойшы, балаларымның анасы ғой, менен поддержка болсын деп. А ол жұрт Турцияда дым болмағанда демалып, қыдырып. Қай жерден просто справедливость көріп тұрсыздар, маған айтыңыздаршы, мен сонда лоқпын ба? Пақат етпейді, тапқан ақшамды вложениені өзіме салмай сояққа береді екенмін да, а ол дым болмағанда демалып жүреді екен. Барлықтарыңызға ең алдымен айта кетейін, естіген нәрселеріңіздің барлығы ол шындыққа жатпайды. Мен тарапта әлі естіген жоқсыздар. Егер мен тарапта еститін болсаңыздар, мен бүкіл шындықты айтып бере аламын. Бірақ қазіргі шығып жатқан бір нәрсе ол баласы ауырған көре тұрады, типа Турцияға кетті деген сияқты қылып айтып тұр ғой. Бірақ мен Турцияға кетпей тұрып 2 күн бұрын оған звондап айтып ескерттім. Эмир ауырып жатыр, маған свеча әкеліп бересің ба дедім. Сосын жарайды деді. Сосын мен біраздан кейін звондадым. Мен өзім ала салатын болдым. Үй жақтағы аптекада бар екен дедім. Так что ол да білді ауырғанын. Қазір ғана біліп тұрған жоқ. Маған енді соғыс ашып жатыр десем де болады. Бұл соғыста кім жеңетінін алдағы уақытта білетін боласыздар. Мен енді соғыстың келген жоқ ешкіммен. Өзі тып-тыныш мені қалай 2 баламен тастап кетті, мен де тура солай кетіп қалдым. 3 ай бұрын ойланбаған адам қазір оянып жатыр. И то жертваның рөліне кіріп, халыққа мені жаман көрсетіп, өзін жақсы қылып көрсетіп. Ладно, қазір ештеңке демей тұрайын. Бәрі жиналып жатыр ішімде. Алматыға барған кезде бір ағынан жарылайын деп тұрмын. Хейт жазып жатқан кісілер, или болмаса жаман ойлап жатқан кісілер, пожалуйста, успокойтесь. Біз просто контент түсіріп жатырмыз. Енді мен басқа жігітпен жүрсем, блогер емес бір жігітпен жүрсем екен бір жөн. История салмай, түк салмай, жоқ болып кетсем, тоже ешкім ештеңке білмейді ғой, не істеп жатқанын дұрыс па? А бұл жерде біз қайда барамыз, не істеп жатырмыз, қайда тамақтанамыз, барлығын салып жүрміз ғой. Так что жаман ойламаймыз.